Бәріңе сәлем достар, осы видеода қалғайсыңдар достар, сендерді келіп жеткен 2024 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңызға амандық, жұмысыңызға сәттілік. Видео шықпай кеткен себебін өзім де білмеймін. Ең бастысы 2024 жылдың алғашқы видеосы дайын. Dragon Ball анимесінің бірінші сериясынан бастап 13-ші сериясына дейін, яғни император Пилаф атты аркасын қысқаша айтып беретін боламын. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Анименің басын 1000 жылдық цивилизациядан кейін туылған, табиғатпен ерекше байланысы бар Сон Гоку есімді басты кейіпкерді баяндаумен бастайды. Сонымен Сон Гоку орманнан отын әкеліп өзін жаттықтырып жатады. Bir кезде ол бір соққысымен отынды пашалап тастағанда оның толағайдай мықты екенін білеміз. Әрмен белгісіз бір қыз бір дүниені іздегендей картасына қарап көлігімен орманды аралап кетеді. Жаттығуын аяқтап болған Гоку шар пішіндес жарқыраған нәрсеге сыйынып, орманға алма жеуге шығып кетеді. Алма жеп отырып, Гоку байқаусызда бір жолбарыс тектес мысықты ашуландырып алып, қаша жөнелгенде мысықтың тормозы ұстамай өзенге құлап кетеді. Артынан Гоку ұстаған бұтада сынып кетіп, ол да өзенге шомылып алады. Гокудың ішегі шұрылдап, қарны ашқан соң балық жеп алмақшы болып, құйрығын қармақ ретінде қолданып, балықты күтіп тұрады. Бірақ қақпанға балық деуге келмейтін алып сазан түскенде, Гоку еш қиналмай балықты талдырып тастап, қақтау үшін үйіне алып кетеді. Жолда келе жатқанда Кубальт 570 пен әлгі қыз келіп маңқ еткізеді. Кенет Гоку азығымды ұрлауға келді екен деп ойлап, көлікті қиратуға кіріседі. Әлгі қыз макармен атқылап тастайын деп Гокуға бірнеше оқ атқанда, Гокуда оқтың ізі де қалмайды. Гоку қызды гоблин екен деп ойлап өлтіріп тастамақшы болғанда, қыз өзінің адам баласы екендігін айтып аман қалады. Гоку оның нәзік көрінетіндігін айтқанда, әлгі қыз баласын бірінші рет көріп тұрсың ба? Қыз болғандықтан нәзік көрінеміз ғой, деп жауап береді. Қыз Гокудың мұндай жасында монша алып күшті болғанына базар жоқ деп тұрғанда, Гоку атасы жаттықтырғанын, бірақ атасы дүниеден өтіп кетіп, қазір жалғыз тұратынын айтады. Гоку қыздан кешірім сұрап, балықтан түскі ас жасап беретіндігін айтып, қонаққа шақырғанда, қыз өзі іздеп жүрген заты Гокудың үйінің маңынан шығып тұрғандықтан, оны Гокуда екен деп ойлап, онымен еріп кетеді. Жолда олар бірін-бірімен танысып алады. Гоку өзінің Гоку екендігін айтып, қыздың есімін сұрағанда, қыз Бульма деп жауап береді. Гоку қарқылдап күліп алады. Қыз үйреншікті жағдай деп жолын жалғастырады. Олар үйге келгенде Гоку шардың жарқырап жатқанын көріп, ата деп ұмтылғанда, Бульма Гокуды қағып жіберіп, өзінің іздеп жүрген затының табылғанына қуанады. Гоку атасына тиіспеуін, бұл атамнан қалған жалғыз естелік дегенде, Бульма сумкасынан дәл осындай 2 шар алып шығады. Гоку, сенің 2 атаң бар ма не дегенде, Бульма, бұл сенің атаң емес, бұл драконный шар деп жауап береді. Әрмен бізге храмға дәл осы шарды іздеп келген бойы бір қарыс Адуду мен қасындағы 2 наемникті көрсетеді. Олардың әңгімесінен дәл осындай 7 драконный шарды толық жинаса, айдағарлар патшасы Шен Лонг пайда болып, сол адамның кез келген бір тілегін орындайтынын айтып, Адуду бүткіл әлемді басқаруыма алатын болдым деп жыртылады. Әр шардың өз реттік жұлдызы болады. Гокудың шарында 4 жұлдыз бейнеленген. Бульма армандап кетіп, таусылмайтын құлпынай мен ақбозат үстіндегі сері жігітті ойлап, Гокудың шарды өзіне беруін сұрайды. Гоку бірден бас тартады. Қыз қулық жасамақшы болып, егер шарды берсең, бүлкедештен ұстатамын дегенде, Гоку, мен әлі ондай жасқа жеткен жоқпын деп мат қылады. Жарайды. Егер одан сайын мықты болғың келсе, жерді саяхаттап, динозавр мен ханатаны көресің дегенде, Гоку, расымен мен күшті арттыратын болсам, жарайды деп келсе кетеді. Қыз картасы арқылы келесі шарға дейін 2000 километр бар болғандықтан, жаяу жүрмесі үшін чемоданын ашып, іштен капсула алып шығады да оны шағын транспортқа айналдырады. Гоку оны мыстанға теңеп, ойынынан айнып қалады. Бульма мұны технология ғой деп айтып, қалғанын жолда айтып беремін деп жетектеп кетеді. Жолда қыз дәрет сындырғысы келіп, тастың артына кеткенде, қыздың жан даусы шыққан соң, Гоку жетіп барғанда, динозавр тектес мақұлықпен кездеседі. Динозавр Гокуды ағашқа 2 орап, адам етінен стейк жасайтынын айтып ұшып кетеді.
Гоку гүлденіп байланған жіпті шешіп мотоциклға отырады да олардың соңынан түседі. Мотоциклдің газын басып динозаврға жете алмай қалғасын таяғын ұзартып жіберіп, созып тұрып әлгінің басынан маңқ еткізіп чаттан шығарып жібереді. Қыз ағашқа ілініп аман қалады. Гоку жерге бетпен плотна қадалады. Қыз ақыры шыдай алмай бұтына жіберіп қояды. Гоку мен Бульма саяхатын әрімен жалғастырады. Қараңғы түсе бастаған соң Бульма белгісіз жерге тоқтап, осы жерге түнеп таң ата салысымен жолға шығу үшін өзінің капсуласының бірін алып, оны үйге айналдырады. Бульма Гокудың іші пыспасы үшін Балапан ТВ қоспақшы болғанда, Гокудың тіпті теледидардың не екенін білмейтін болып шығады. Кездейсоқ каналдан романтика шығып қалғанда, Гоку каналды ауыстырып жіберіп, Бульманың кайфын бұзып жібереді. Гокудың үстінен жағымсыз иіс шығып тұрғандықтан, Бульма оны шомылдырып жатып, Гокудан құйрығы не үшін керек деп сұрағанда, Гоку жай арқамды ысқылау үшін деп жауап береді. Артынан Бульманың өзі ваннада жатқанда Гоку келіп қалады. Бульма оны көріп шыңғырып тез шығуын бұйырғанда, Гоку сенің неге задницаң алдыңа шығып кеткен дегенде, Бульма бұл бәріне ұнайды. Бірақ саған ерте, менің жасым 16-да, ал сенікше Гоку дегенде, Гоку өзінің жасы 14 екенін айтады. Содан соң Гоку ол жерден тірі шықпады. Адуду алғашқы шарды тапқанына қуанып, дастархан жайып тойлатып отырғанда байқаусызда желдетіп қойып, оны алаяқ ұрламадан көріп, оның бұтын төрт жаққа керіп қояды. Және ауаны ластағаныңды мойындамасаң, фабрикаңды қиратып тастаймын дегенде, амалсыздан мен ластадым деп өз мойнына ала салады. Кенет екінші көмекші келіп, келесі дракони шарының қайда жатқанын біліп келгенін айтады. Қайда екен деп сұрағанда, солтүстікке 1000 километр қашықтықта Рюдаган деген жерде деп жауап береді. Қараңғы түсе салысымен ол жер ең қауіпті жерге айналатынын, естуімше ол жерге барғандар қайтып оралмаған дейді. Адуду оларды сол жаққа жіберіп, құрқол келсе оңдырмайтынын айтады. Гокулар шәй ішіп отырып, кешкі ас оған ұнамағандықтан даладан жануардан стейк жасап әкелетіндігін айтып, Гоку шығып кетеді. Гоку еш нәрсе таппай ойғасын, не істерін білмей тұрғанда аспаннан Адудудың ұшағы көрініп, Гоку оны құс екен деп ойлап, соның артынан жүгіре жөнеледі. Алаяқ ұрламамен қасындағы қыз айналасындағы қаңқаларға қарап қорқып әзер тұрады. Кенет жарқыраған затты көріп, оны шар екен деп ойлап, соған қарай жылжиды. Ентігіп жетіп келген Гоку олардың алдына тұрып алып, бұл құсты бірінші көргенін, және мен одан чикен жасаймын дегенде, әлгілер Гокуды далбансың ба деп балағаттап жолдан кетуін сұрайды. Кенет олардың артынан бір топ үйір қасқыр тап бергенде, әлгілер абдырап тұрып қалады. Гоку бірден қорғана бастап, қасқырларды жан-жаққа шаша бастайды. Әлгілер осы сәтті пайдаланып зып-зың етпекші болады. Бірақ Гоку чикеннен айырылып қалмасы үшін қасқыр-масқырға қарамай әлгілердің артынан жүгіре жөнеліп, таяғын созып жіберіп, әлгі ұшақты қақ бөледі. Ұшақ қирандыларын ақтарып жатып, оны жей алмайтынына көзі жеткен Гоку көңілі түсіп кетіп, жарайды онда бүгінге қасқыр еті деп кетіп қалады. Әлгілердің ауыздары ашылып қалып, жай ғана бақылап тұрып қалады. Гоку үйге келгенде Бульма қасқырды көріп, шошып кетіп, есікті тарс жабады. Сондықтан Гокуге қарнын далада тойдыруға тура келеді. Гоку ұйқыға кетпекші болып, Бульмаға бір орында ұйықтайық дейді. Бульма әзілің болар дегенде, Гоку атамды осы кезге дейін құшақтап жататын едім просто дейді. Бульма Гокудан атанасы жайлы сұрайды. Гоку өзін тауға тастап кеткенін, ол жерде атасы тауып алып, осы кезге дейін мені өсіріп, кейін одан да айырылып қалдым деп күлімсіреп мәз болып айтып отырады. Бульма Гокудан неге сонша мәзсің дегенде, сенің задницаң алдыңа шығып кетіпті дейді. Таң ата Гоку ерте тұрып алып, Бульманы оятпақшы болып, Тусамоштан ұрғылап жібергенде, Гоку бір зат дұрыс емес деп, сенің шаригің жоқ қой дегенде, Бульма атып тұрып, сөмкесіне ұмтылып, олардың жайында тұрғанын айтады. Бульма таңғы ас ішіп отырады. Гоку өзін жаттықтыру үшін аулаға шығып, тастарды ұсақтауға кіріседі. Гоку байқамай тасбақаны тас деп ойлап, шағып жібере жаздайды да одан кешірім сұрайды. Тасбақа одан көмек сұрап, теңіз суын беруін өтінеді. Шөлін басқан тасбақадан мұнда не істеп жүргенін сұрағанда, тасбақа құрлыққа шығып кетіп, қайта жолды таппай адасып қалғанын, сендер келмегенде тіпті өліп кетер едім дейді. Бульма картасын ашып, теңізге бізден 120 километр қашықтықта жатыр ғой дейді. Гоку оған сонда да көмектесетінін айтып, арқалап теңізге қарай жүгіре жөнеледі.
Бульма бірден бас тартып, онда бармайтынын айтады, себебі оларға қазір драконий шарды табу керек. Бірақ үйдің маңынан динозавр көрген соң ойнынан айнып қалады. Теңізге жақындап қалғанда оларды біртүрлі киінген алып аю тоқтатып тасбақаны өзіне беруін сұрайды, немесе бәріңді қылғыта салам дейді. Бульма оған келісіп симпончина болады. Гоку армандапсың, кел одан да сулифа ойнайық деп тас қағаз қайшымен аюды ұйықтатып тастап жолдарын жалғастырады. Олар теңізге де келіп жетеді. Тасбақаның қуанышында шек болмайды. Тасбақа өзін кішкене тоса тұруын айтып, өмірін сақтап қалған үшін сыйлығы бар екенін айтады. Адуду сарайына оралады. Сол сәтте көздері шарасынан шығып кетердей әлгі көмекшілерде келіп жетіп, өздерінің маймылдың құйрығындай кішкентай баладан жеңіліп қалғанын айтады. Адуду енді жындана бергенде телефонға қоңырау келіп түседі. Адуду қуанып кетеді. Келесі драконий шардың теңізде екенін айтып, бұл жолы үшеуі де жолға шығып кетеді. Гокуларға тасбақа мен тасбақа сауытын киінген крутой шал келіп, өзін черепаша Гермит немесе черепаша отшельник деп таныстырады. Негізінен Гермит дегеніміз өзінің өмірін адамдармен байланыссыз өткізу үшін жалғыз тұратын адам. Шал өзінің тасбақасын құтқарған үшін алғыс айтып, оларға сыйлығы бар екенін айтады. Шал ажалсыз феникс деп дауыстайды, бірақ ешкім келмейді. Артынан оның былтыр отравить етіп өліп қалғаны есіне түсіп, оның орнына ұшатын бұлт сыйлайды. Гоку бұлт деген жеуге болатын зат па дегенде, шал оны далбан деп ойлап қалып, бұған ниеті түзу, жақсы адамдар ғана міне алады деп өзі мінгенде тоң қалаң асып құлайды. Кейін оған Гоку мінгенде бұлт оны көтереді. Адуду теңізге де жетіп, черепаша отшельниктің үйіне келіп тоқтап, есік алдына келген соң өзінде кез келген кілттің формасын жасайтын құралын алып, есікке салғанда есік ашылмай қояды. Қасындағы көмекшілер, есік негізі ашық тұрған, өзіңіз кілттеп қойдыңыз дейді. Гоку шырайын алып бұлтпен қалықтап ойнап жүреді. Бульма маған сыйлығыңыз бар ма дегенде тасбақа бұл маған көмек бермек түгілі аюдың аузына тастап кеткенін айтады. Шал оған қарап тұрып, жарайды, егер сен тусамошты көрсетсең, любой сыйлық сенікі дегенде Бульма қызарып бозарып, окей дейді. Содан соң Бульма оның мойнындағы шарын алып алады. Гокулар 3 жұлдызды шарға ие болып, қуанып үйлеріне қайтады. Шал да мәз болып теңізге жүзіп кетеді. Ата үйге жете бергенде Адуду оны күтіп алып, шарды маған бер дегенде, шарды сұлу қыз бен маймыл құйрықты балаға бере салдым дейді. Гоку мен Бульма саяхатын әрімен жалғастырады. Олар белгісіз ауылға келгенде, ауыл үйлері көп болғанымен онда бірде-бір адам жүрмейді. Сондықтан Гоку кездейсоқ үйге кіре бергенде, бірақ үй оның басын тапормен соғып жібереді. Гокуға еш нәрсе болмайды. Ауыл тұрғындары Гокуды залым сиқыршы Лонг деп ойлап қалған екен. Лонг деп отырғанымыз кез келген нәрсеге формасын өзгерте алатын монстр. Ол осы ауылдың қыздарын ұрлап өзіне қалыңдық қылып отырады екен. Кеше ағайдың қызына Лонг демонның формасында келіп, ағайдың қызын ертең алып кетем деп айтқан екен. Сондықтан ауыл тұрғындары Гокуды Лонг деп ойлап қалыпты. Әже қалтасынан Бульма деген шарды алып шығады. Сонда Бульма, еш уайымдамаңыздар, біз сіздерді құтқарамыз, ақысына мына шарды берсеңіз болды дейді. Бульманың жоспары бойынша Гоку қалыңдықтың киімін киіп алып, Лонгты күтеді, және ол келгенде Гоку онымен шайқасқа түседі дейді. Бастапқыда ауыл тұрғындары тип-титтай баланың оған шамасы жетеді дегенге күдіктеніп, басқа ешқандай амал болмаған соң олардың келісуіне тура келеді. Сонымен бір уақытта ауылға Лонг та келеді. Гоку қалыңдықтың көйлегімен ортада күтіп тұрады. Әлгі Лонг Гокудың таяғын көріп, ой, мынау менен қорқып тұр ғой деп өз бейнесін мужиктің кейпіне өзгертіп алғанда, бір кезде есікті Бульма теуіп шығып, өзінің жасы 16-да екенін айтып, Гокудың орнына өзін әкетуін сұрайды. Лонг бүлкедиштің размері қанша дейді, Бульма қарада көр дей салады. Лонг Бульманың өзінен жас үлкен екенін айтып, Гокуды таңдайды. Бірақ далбан Гокуға похуй. Оның дәрет сындырып тұрғанын көрген Лонгтың шадыры тайып, өгізге айналып Гокуды өлтіріп тастамақшы болады. Бульма болса Тишина Симпончина болады. Кенет өгіз уақыт болып қалды ғой деп қаша жөнеледі. Гоку оның артынан кетеді. Лонг қақпа сыртына шыға бергенде кіп кішкентай торайға айналып кетіп, Гокуға Лонгтың ана жаққа кетіп бара жатқанын көрдім деп алдап жібереді. Негізінен Лонг қарапайым торай екен. Оның қасиеті кез келген формаға тек 5-ақ минут қана айнала алып, 5 минут өткен соң өз қалпына оралып, арада 1 минут өткен соң қайтадан өз қасиетін қолдана алады екен. Гоку Лонгты таба алмай қойып, қайтып ауылға оралғанда, артынан Лонг рыцарға айналып алып қайта келеді.
Алып рыцарь қолын чайға күйдіріп алып, ойбайлап алған соң кішкентай баланың атқан тасына тағы да айқайлап жібереді. Гоку оған әлсіз екенсің сен деп кирпичті бір саусақпен қақ бөлгенде, бұл жерден жылдам кетпесе, Гокудан таяқ жеп қалатын сезіп, бұл жерден тайып тұрады. Гоку оны бұлтына отырып алып, қуа жөнеледі. Бір кезде Лонгтың уақыты бітіп қалып, көмек сұрап жерге құлап кетеді. Гоку оны құтқарып алады. Лонг ауыл тұрғындарына бәрін түсіндіріп, кешірім сұрайды. Ауыл тұрғындары қыздарымыз қайда, олар аман ба дегенде, олармен өзін жолықтыруын сұрайды. Олар Лонгтың сарайына келгенде, қыздарының жағдайы Дубайдағыдай болып жатыр екен. Лонг онсыз да бұлар маған керек емес, бұларды асырайын деп қиналып кеттім, қайтып алып кетіңіздерші деп өтінеді. Әжей Бульмаға уәде еткен драконный шарды табыстайды. Гоку мен Бульманың саяхаты жалғасады және оларға Лонг та қосылады. Жол үстінде олар Лонгпен жақсылап танысып алады. Бульма келесі орын Прайфон қаласы дегенде, Лонг ол жерде аса қатыгез жауыз демондар патшасы Гюмао мекендейтінін айтып, ол жерден кетіп қалмақшы болады. Бірақ оны супер қармағымен қайтып оралтып алады. Қайықтың бензині біткенде Лонгқа ескек болып берсең, қармақтың басындағы затты саған сыйлаймын дегенде, Лонг оларды жағаға бір-ақ шығарады. Жағаға жеткенде Лонг уәде еткен затын сұрағанда, Бульма 4 этаж, бір балкон дейді. Бульма капсула жиналған наборын жоғалтып алып, паника ұстап тұрғанда Лонг зып-зың етпекші болады. Бульманың сиқырлы конфеткасын жеп қойғандықтан Бульма кез келген уақытта пи-пи десе ботына жіберіп қоятынын айтады. Амалсыздан Лонг қайта оралады. Бульма Лонгты мотоциклға мәжбүр етіп айналдырып алады. Бірақ Лонг кез келген затқа айнала алғанымен ол зат секілді күшті бола алмайды екен. Сондықтан оларға мыңдаған шақырымды жаяу жүруге тура келеді. Олар шөлге келіп, аштық пен сусыз өте ұзақ жол жүргендіктен сол жерге аялдайды. Сол пустиняның жергілікті қарақшысы оларды тонамақ болып, олардан барлық ақшасы мен капсуласын беруін талап етіп, әйтпесе өлтіріп тастайтынын айтады. Қарақшының аты Ямче Сама екені белгілі болып, оның көмекшісі Лонгты танып қойып, онымен бірге оқығанын, Лонгтың нағыз оңбаған екенін, ол мектептен апайлардың іш киімін ұрлаған үшін қуылып кеткен дейді. Гоку керек болса тартып алу керектігін айтады. Гоку аш болғандықтан әлі құрып жеңіліп қалады. Ямче Сама Гокуды мықты екенін мойындап, қолыңдағы таяқты қайдан алдың деп сұрағанда, Гоку атамнан деп жауап береді. Атаң кім болды деп сұрағанда, Гоку Сонга хан деп жауап бергенде, Ямче Сама вахуй болады. Қарақшы олардың затын тартып алмақшы болған соңғы сәтте Бульма оянып кетіп, сәлем дейді. Әлгінің аяғы қалтырап, беті алмадай болып қаша жөнеледі. Ямче Сама үйіне оралады, және ол шай ішіп отырып, тезірек үйленбесем, қыз көргенде аяғым жаман қалтырайды дейді. Лонг қалтасының түбіне дейін ақтарып, капсула алып шығып, оны транспорт ретінде қолданады. Олар әбден демалып тынығып, Гоку Лонгтың бір айлық азығын жалғыз өзі жоқ қылады. Адудудың көмекшілері оларды аңдып келгені белгілі болып, көлікке бомба қоймақшы болғанда, жасырын келген бойдақ Саманы байқап қойып, бомбаны қойып та үлгермейді. Ямче Сама оларды аңдымақшы болғанда, тағы да Бульманы көріп қалады. Бұл жолы киіммен емес. Келесі терезеге барғанда Гоку мен Лонгтың драконный шар туралы әңгімесін естіп қойып, өзінің арзан нәрсемен айналысып жүргенін біліп, шарды олардан тартып алмақшы болады. Бульма ваннадан шыққан соң Лонгтан пижама сұрағанда, Лонг өзінде жоқ екенін айтып, арам ойға көшеді. Гоку мен Бульмаға ұйықтататын шырын беріп, Бульма екінші этажға әзер жетіп ұйықтап қалады. Гоку сол жайда қисая кетіп, Лонг екінші этажға көтеріле бергенде көлікке бойдақ Сама мен көмекші уже кіріп кетеді. Ямче Сама Гоку ұйықтап қалғандықтан оған тиіспей, көмекшісіне Гокуға айналып қызды сыртқа алып шығуын бұйырады да, өзі шарды зып-зың ететіндігін айтады. Жалған Гоку екінші этажға келгенде Лонг ұсталып қалмас үшін Бульмаға айналып, көмекші Лонгты сыртқа алып шығады. Сол кезде бойдақ Сама шарды іздемекші болып екінші этажға көтерілгенде, киімсіз жатқан Бульманы көріп, Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке, что там, остановись, бэби. Аяғы қалтырап, есінен танып қалып, артынан есін әзер дегенде жеп, көмекшісін алып, қайтып келместей болып кетіп қалады. Таң ата Бульма киім таппай, амалсыздан кроликтің киімін киіп алады. Жолда оларға тағы да бойдақ Сама шабуыл жасап, көліктің тас талқанын шығарып, жүруге жарамсыз етіп тастайды. Бұған Гокудың шатыры тайып, бойдақ Самамен жекпе-жек басталады. 19 жасар, 18 жасар, 17 жасар бала боласың, маған похуй екен. Сөйлейсің ма маған қарап, көтіңді аяп тастаймын болды.
маған вообще одан басқа вариант жоқ, короче. Гокудың бұл жолы қарны тоқ болғандықтан Ямче Саманы айырып тастайды. Беті көгерген Сама ұялғаннан тағы да қашып кетеді. Ямче Сама Гокуды расымен мықты екенін мойындап, Гокулар толық шарды жинап болған соң шарды бірақ ұрлап кететін болып шешеді. Адудудың көмекшілері қираған көлікке келіп, өзі қойып кеткен бомбасы жарылып кетті екен деп ойлап жақындап барғанда, олар қойған бомба сол сәтте жарылып кетіп, біреуге құрған тұзағына өздері түсіп қалады. Жаяу жүріп келе жатқан Гокуларға бойдақ Сама қайта келіп, өтірік түр жасап кешірім сұрайды да оларға капсуламен керек жарағын беріп, көлікке GPS қойып, жолдары екі жаққа бөлінеді. Осылайша Dragon Ball анимесінің бірінші сезоны Император Пилаф атты аркасын жартылай аяқтайтын боламын. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Және комментарийға міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше, күн жақсы.